Саламатсыздар ма? Мен каналыма қош келдіңіздер. Мен Олмекен Ақпан. Подсознаниемен сөйлесудегі номер 1 маман Қазақстандағы. Қараңыздар, измена көбінде әйелдерден сұрақ келіп жатыр да. Измена күйеуім, мен қанша тырыссам да, қанша жаңағындай асты үстіне түссем де, қанша жағдайын жасасам да, мен ол үшін барлығын жасаймын дейді. Тамағым да дайын, үйім таза, бала қараулы, ата-енем қараулы, келген қонақтарды күліп күтіп алып, күліп шығарып саламын. Бірақ күйеуім изменаға барды. Неге деген сұрақпен келеді. Қараңыз, неге ондай ситуациялар сіздің өміріңізде болады? Неге измена сізге жасайды? Себебі адам өзін ұмытқан кезде, адам өзінің менің ұмытып, біреу үшін біреуге жағамын деп, біреудің қызығушылығыменен біреуге жағу үшін, біреуге жақсы көріну үшін соның асты үстіне түсіп, соның өмірімен өмір сүріп кеткен кезде, біздің мына жердегі подсознаниямыз барды, бізде жанымыз бар, ішімізде Алла тағала жаратқан, Алланың бір бөлшегіміз біз. Алла тағала жаратқан біз жан болғандықтан, Алла тағала бізге көрсеткісі келеді. Сен өмірге өзің үшін келдің, өзің үшін өмір сүр, өзіңнің қызығушылығыңды жаса, менің разылығым үшін ғана өмір сүр. Сен бақытты болуға тиістісің. Сен өмірге келген кезде өзіңнің мен өмірге, әлемге, мен сені бір мақсатпен жібердім. Сол мақсатыңды орында, өзіңді көтер, мен сені жараттым, сенің бағаң дәл ондай төмен емес, өзіңді бағала деп сізге көрсеткісі келген кезде, осы изменаны алып келеді екен да сіздің өміріңізге. Сізді күйеуіңіз сатып кетеді. Себебі сіз өзіңізді бағалауды қойдыңыз. Өзіңізді екінші, үшінші орынға салып тастаған кезде, мына жердегі жаныңыз шырылдап, айғайлап, сізге хочет достучаться, бірақ сіз тыңдамайсыз, өзіңізді елемей, соншалық төмен түсіріп тастаған кезде сіздің өміріңізге измена келеді. Түсіндіңіз ғой? Алла сізді жаңағындай өзіңіз түсіп қалған жерден шығаруға, Алла өзін ескертті, сізді Алланы да ұмытып кеткенсіз да. Сол үшін Алла сізге өзінің бар екенін еске салу үшін, және сіз өмірге біреу үшін емес, күйеуіңіз, енеңіз, тағы біреу үшін, балаңыз үшін келмегеніңізді сізге көрсету үшін сізге изменаны жібереді. Көбінде измена тақырыбымен келген әйелдердің самооценкасы төмен, өзін ұмытып кеткен, өзіне қарамайтын, өзінің жан қалауы жоқ, күйеу үшін ғана өмір сүріп бастаған әйелдердің басында көбінде измена болады. Алла айтады ғой, менен біреуді артық көрме. Егер менен біреуді артық көрсең, мен оны сенен алып қоямын деп. Сіз Алладан да артық көріп кеттіңіз да күйеуіңізді. Сол кезде сізге измена болады. Измена ол сіз жаман болсын, сіз қиналсын деп емес, сізді жаңа дәрежеге шығару үшін, жаңа өмірлік уровеньге шығару үшін ол сіздің өміріңізге келеді. Егер сіздің измена өміріңізде болған болса, болып жатырған болса, сіз мына нәрсені түсініңіз. Сіз өзіңізді тастап қойдыңыз. Сіз өзіңізді төмен түсіріп тастадыңыз. Сол үшін бұл нәрсе сіздің өміріңізге келіп тұр. Сіз мына жердегі миыңызбен бізді 95% подсознание, 5 қана пайыз біздің сознаниеміз, саналы миымыз басқарады. Мына жердегі 5 қана саналы миыңызбенен жоқ, мен өзімді тастаған жоқпын, мен жақсы киіне, өзіме қараймын, күнде салонға барам деуіңіз мүмкін, бірақ сіз іштей өзіңіздің бағаңызды түсіріп тастаған кезде измена сіздің өміріңізге келеді. Чтобы не үшін? Чтобы сіз көзіңізді ашып, өзіңіздің бағаңызды көтеріп, өзіңіз үшін өмір сүре бастау үшін, өзіңізді қолға алу үшін, өзіңіздің ішіңіздегі меніңізді ояту үшін измена сіздің өміріңізге келеді. Дәл қазір сіздің өміріңізде измена болып жатқан болса, онда сізге күйеумен, көңілдесімен және басқалармен күресудің қажеті жоқ. Осыны есіңізде ұстаңыз. Басқалармен сізге күресудің қажеті жоқ. Сіз өзіңізбен күресіңіз. Өзіңізбен жұмыс істеңіз. Ішіңіздегі бағаны көтеріңіз. Ішіңіздегі менді оятыңыз. Өзіңіздің қалағаныңызша өмір сүріп бастаңыз. Алланың біреу үшін емес, біреуге жағамын деп емес, Алланың разылығы үшін біреуді жақсы көріңіз. Күйеуіңізді қабылдаңыз. Өзіңізді қабылдаңыз әйел ретінде. Сіз әйел ретінде өзіңізді ұмытқан кезде измена келеді. Сол үшін сіз өзіңізді табу үшін өмірге келгендегі сіздің мақсатыңыз не? Сол мақсаттан көбінде біз адасып кетіп жатамыз да? Біреу үшін өмір сүре бастаймыз. Сол кезде измена келеді. Сол измена сізге сол ішіңіздегі өзіңізді тауып, өзіңіз үшін өмір сүріп, өзіңізді жақсы көріп, бағалау үшін берілетін сынақ Алла тарапынан. Сондықтан измена болған болса, сізге басқамен күресудің, көп қыздармен андай жаңағындай өзімен айналысып жатырмын, мен жаттығулар жасап жатырмын, түрлі инбилдинг, вумбилдинг деген сияқты сондайлармен айналысып жатырмын, мен жақсы киінетін болдым, мен күнде салонға баратын болдым деген сияқты нәрселерді айтады да, оның барлығы, маған сеніңізші, олардың барлығы уақытша ғана жұмыс істейтін нәрсе. Уақытша ғана жұмыс істейтін нәрсе. Толық жұмыс істейді, сіз өзіңізді өзіңіз қолға алған кезде, ішіңіздегі менді оятып, бағаңызды көтеріп, бағаңызды өзіңіздің өміріңізде. Қазанға сұраққа жауап беріңізші. Сіздің өміріңізде кім бірінші орында тұр?
кім бірінші? 5 маңызды 5 адамды айтып беріңізші. Өміріңіздегі ең бірінші орында кім тұр? Егер сізде бірінші күйеуім или бірінші балам, сосын ата-анам, сосын күйеуім, сосын тағы біреу болатын болса, бұның барлығы қате. Сіз өміріңіздегі 5 басты адамның ішінде бірінші сіз өзіңіз тұруыңыз керек та. Бірінші өзіңіз, одан кейін уже балаңыз болуы мүмкін, ата-анаңыз, күйеуіңіз болуы мүмкін. Түсіндіңіз ғой? Сондықтан измена болып жатқан болса, бұл сізге өзіңді тап, өзіңнің өміріңді сүр, өзіңді бағала деген сигнал екенін біліңіз.